2 сынып қазақ тілі 78 сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Сабақтың мақсаты берілген сөзді сөз құрамына қарай талдай аламын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табуды үйренемін. 57 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі бірде бай оны атшанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, атшананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Қазақтың 5 алыбы кітабынан. Қажымұқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп ал. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Саудагер, сауда, түбір, гер, жұрнақ. Жалшы, жал, түбір, шы, жұрнақ. Шана мен, шана, түбір, мен, жалғау. 58 жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Бұл жерде сөздер палуаны және жеңімпазы. Палуан, түбір, жалғау. Жеңімпазы, жең, түбір, жалғау, паз, жұрнақ, жалғау. 59 жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Палуан-ау, палуан, әдіскерсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын жығасың. Тұрысбек Еділбаев. Әдіскерсің, әдіс, түбір, кер, жұрнақ, сің, жалғау. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айт. Үлгі: палуандар, палуан мен, палуанға, палуандарға, палуандармен, палуанды, палуандарды және тағы басқа. 60 жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Төреші: шешуіндегі сөздің қосымшасы жұрнақ па әлде жалғау ма? Төре: түбір, ші, жұрнақ. Шығармашылық үзіліс. 61 жаттығу. Тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, хана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Зерттеу барысында түбірге жұрнақ жалғанша сөз мағынасы өзгеретініне көзіңді жеткіздің. Түбір сөзге жалғанған жалғау сөз бен сөзді байланыстыратын тәжірибе арқылы байқадың. Кітап пен, жалғау. Кітап хана, жұрнақ сөздің мағынасы өзгереді.